Бізге кірген екі адам болса. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және көрермендер. Ыбырай Алтынсарин облыстық балалар кітапханасында Жастар креатив драйв жобасының бір тармағы халықтың көзайымы атты тақырыбында танымал жандармен кездесу. Бүгінгі біздің ерекше қонағымыз Шымкент қалалық байдың балалары командасының мүшесі Ситжаппаров Бақдәулет Жұмаділләұлы. Бүгінгі эфирді жүргізуші мен Калменшева Максима. Қош келдіңіз Бақдәулет мырза кітапханамызға. Оқырмандарымыз сізді асыға күтуде. Сөз кезегі өзіңізде. Қош көрдік. Барша осында бізді тамашалап отырған, тікелей эфир арқылы тамашалап отырған біздің көрермендерімізге жалынды сәлем, және де бүгінгі қасиетті айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаларыңызға айт мерекесі баршамызға мүбәрәк болсын дегіміз келеді, және осы кітапхана ұжымында осы айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрбір оқырмандардың ой санасы биік тұлғалар болып қалыптасуына үлес қосып жүрген Ыбырай Алтынсарин осындағы балалар кітапханасына мың алғыс білдіргім келеді. Рахмет Бақдәулет мырза, біз де құттықтаймыз сіздерді айт мерекесімен. Олай болса сұрағымнан бастай кетейін. Мен алғашқы Жайдарман сахнасына алғаш келген кезіңіз жайлы толығырақ оқырмандарымызға айта кетсеңіз. Жайдарман ойындарына ең алғаш рет мен осы қателеспесем, жалпы өнер саласына, эфир саласына дейінші 8-ші сыныпта, яғни шамамен 14 жасында келгем. Яғни осы біздегі қазіргі оңтүстік телеарнасы, баяғы Қазақстан Шымкент телеарнасында сол жерде Ақжелкен деген балалар бағдарламасы болатын. Сол жерде балалар бағдарламасында біз кішігірім әзіл форматтағы айдар болатын. Сол айдарда біз өзіміз сол жерде ойнап бастағанбыз. Сол кезде біз енді ол кезде әзіл жазуды білмейміз. Әзіл жазуды білмеген кезде әлі күнге шейін есімде, дәл осы біз кітапханаға келіп, сол жақтағы жетекшіміз келіп отырғызып қойып, қандай әзіл жанрдағы кітаптар бар, соның барлығын түгелдей оқып шығыңдар деп бізге осы жерге тапсырма беріп, Осы кітапханаға 2008 жылы ең алғаш рет осы жерге келіп, қателеспесем бір 2 аптадай әзіл іздеу үшін осы кітапханада қонған кезіміз болды. Бізге мынандай карточка ашып берген ағайға. Сол карточкамыз бар ма жоқ па білмеймін, енді одан бері қанша жыл өтті, 13 жылдай, 12 жылдай өтіп кетті, 13 жылдай. Сол кезде мысалға әзілдегі қалай жазылуы, әзілдің қалай туындауы, қалай шығарылуын барлығын сол кезден бастап идеяны қалай құрастыру керек екенін барлығын дәл осы кітапханадан мен үйренген болатынмын. Және де осы сіздер шақырып жатқан кезде өте қуандым. Сол бір сәтін еске алып, көпшілікке бөліскім келіп жалпы сол кезде. Рахмет Бақдәулет мырза, яғни біздің кітапханадан алған жемістерімізді кітап оқып, қазіргі таңда жемісін көріп жатырмын деп отырсыз ғой. Өкінбейтін шығарсыз, қазіргі таңда? Мүлдем өкінбеймін, өйткені мен сол арқылы үлкен биік белестерге республикалық деңгейдегі Жайдарман ойындарына қатыстым. Өзім енді сол әзіл саласында жүрген бірнеше азаматтармен араласып, сол жерден нәтижесі деп білем. 2018 жылы біз байдың балалары командасымен республикасы бойынша чемпион атандық, сол жерде жеңімпаз атанып, соның нәтижесі деп білем мен. Дұрыс. Біз сол сізді танымал жан ретінде шақырып отырмыз. Енді мен өзім кітапхана ашып болғандықтан сізге кітап жайлы сұрақ қойып отырмын. Алғашқы оқыған кітабыңыз есіңізде ме? Ең алғаш рет мен енді шыны керек өздігімізден оқымаймыз ғой негізінде. Негізінде жаңағы мектептегі мұғалімдерімізбенен, ықпалыменен, одан кейін барып ата-анамыздың таяғымен оқимыз ғой, былайша айтқанда. Сол ең алғаш рет мен сол Бақытсыз Жамал деген романды оқуға арнаған тапсырма берген болатын. Соны мен мамам күн түн демей ең алғаш рет соны бұрышта оқып қойып, кәдімгідей оқи алмай қалсам, бұрышқа тұрғызып қойып, бір аяғын көтертіп қойып, солай оқытқан кездері болды. Одан кейін барып, ары қарай оқуға деген өзің ынтаң ашыла бастайды екен, оны байқадым. Енді қазіргі ата-аналар өйтіп неғылмайтын шығар, жаңағы оқытпайтын шығар, бірақ кезінде қазір бар енді сондай бір-екі ата-ана. Бір-екі ата-аналар, бір-екеуі болса керек, бізде қателеспесем 100% кластың ішіндегі бір соның 70% сөйтіп оқытатын еді. Біз енді солардың қатарында кеттік. Сөйтіп сол Бақытсыз Жамал романын
ең алғаш рет оқыған болатын. Өмір жолында жеткен жетістіктеріңіз жайлы айта кетсеңіз. Өмір жолында біз енді сол жетістікке жайдарман саласында жеттік. Байдың балалары командасыменен. Біз енді 2015 жылы осы қазіргі құрам дейміз, қазіргі құрам құралып, 2015 жылы біз премьер-лига ойындарында 2-ші орын алдық. Сөйтіп 2016 жылы біз жаңағы жоғарғы лигада 3-ші орын алдық. 2017 жылы 2-ші орын алдық жоғарғы лигада. Сөйтіп 2018 жылы біз осы жайдарман саласындағы ең үлкен жетістігіміз сол республикалық деңгейдегі былайша айтқанда 2018 жылғы жайдарман ойындарының чемпионы атандық. Оның өз жетістік, одан басқа Шымкент қаласының әкімінің кубогын жеңіп алдық. Одан кейін барып Ақтау қаласының әкімінің кубогын, Ақтөбе облысының әкімінің кубогын жеңіп алдық. Шығыс Қазақстан облысы, соның ішінде Семей қаласының әкімінің кубогын. Енді тізбектеп айтсақ көп, Батыс Қазақстан облысында да болдық. Енді ол жақта да жетістікке жетпесек те, кейде сәтсіздік орын алады деген сияқты болады. Ол жақтың жаңағы сөйлеу стилі дейміз, жаңағы диалектісі дейміз, сол жақтар ұғамай қалып, бірінші кезекте шамалы жаңағы шатасқан кездер болып, кейін барып сол жақтардан сұрап алып, қалай сөйлеу керек екен, әзілді қалай жеткізе білу керек екен сияқты. Енді әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа дейді ғой, сол сияқты бізде жан-жақты былайша айтқанда үйрене бастадық. Солтүстікке барған кезде қалай біз әзіл айту керек, оңтүстікке, мысалы солтүстікте білесіздер, диалект сөздерінің басым көпшілігі аны әғып жеткізеді көбінесе. Мысалы бақ дәулет болатын болса, бәқ дәулет деген сияқты сондай. Ол бізге қызық естіледі, бірақ ол өздерінің күнделікті қолданыстағы сөздері. Бізде де бар ғой, мысалға осы көпшіліктен естіп мысалға бәдірен, яғни қиярды әгүршөк деп нені, ол қалай әгүршөк деген сөзді қалай шығарып алып десем, сөйтсем огурцы деген сөзден туындаған сөз екен да, содан әгүршөк деп сөйтіп атап кеткен екен да қазақшасы. Солай үйрендік. Мен енді солтүстік Қазақстан облысы Көкшетау қаласында оқуға түскен болатын ең алғаш. Сол кезде оқуға түскен кезде таңғаларлық жағдайлар көп болды. Ол жақта сол кезде үйренгенім бізде леген дейміз ғой, яғни легенді ол жақта тазик деп ойлайды. Қол жуатын, былайша айтқанда кір жуғыш қой, енді кір жуғышымыз. Соны ол жақта леген дейді екен. Оны қазір біз леген алып кел десек, қамырауға салайын деп отқан кезде, сол кезде бір қарасақ тазик әкеліп берді. Тазик қамырауға салып жұмысы. Бір-бірімізді солай түсініспеушілік болып. Осы себептен біз енді жан-жақтарда жаңағы ойындарға, КВН ойындары мен жайдарман ойындарымен біраз жетістікке жеттік. Және де құттықтап қойсаңыздар болады. Біз осы жақында ғана Нұр-Сұлтан қаласының әкімінің кубогын жеңіп алып, 1 миллион ақша ұтып алдық. Оның өзі бір жетістік десек те болады команданың. Кеше ғана соның эфирі Қазақстан ұлттық телеарнасынан көрсетіліп, енді Құдай қаласа бұйыртса YouTube арнасына да шықтылар. Сол жерден толығырақ танысарсыз деген сенімдеміз. Біз де құттықтаймыз кітапхананың атынан сіздерді. Биік белестерден көріне беріңіздер. Енді бізге оқырмандардан сұрақ келіпті. Шәкірт тәрбиелейсіз ба дейді жалпы. Шәкірт, біз өзіміз тәрбиеленіп отырмыз қазір. Шәкірт тәрбиеленуге әлі ерте деп білемін. Мен негізінде өзім осы Шымкент қаласындағы номер 129 жалпы орта білім беретін мектебінде педагог ұйымдастырушы болып қызмет атқарамын. Сол жерден енді шыны керек, мен қазіргі кезде сол оқушыларды тәрбиелеу арқылы солармен YouTube арнамыз бар. YouTube арнамызда сол жерде жаңағы осы кітапты насихаттау мақсатында Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бағдарламасы жүйесінде оқуға құштар мектеп, оқуға құштар ұлт жобасы аясында біз сынып аралық YouTube арнасынан бағдарлама түсірдік. Кел бірге оқиық жобасы деп. Аты осы
осы заманға шамалы сай болсын деп жатыр. Енді қазіргі кезде көп қой республикалық арналарда кел татуласайық деген секілді сондай бір көрерменді шақыратын бір ат қойып, сонымен біз жаңағы 5-ші, 6-ші, 7-ші сыныптар арасында осы кітапты насихаттау мақсатында үлкен жоба жасадық. Сол мектепте? Иә, мектептің ішіндегі кәдімгі бағдарлама түсіріп, өзіміздің YouTube арнамызға салып, солай насихаттап жатырмыз. Шыны керек, Бердібек Соқпақбаевтың жаңағы бірнеше жаңағы туындыларын сол оқушыларға тапсырма ретінде беріп, бір-бірлеріменен сыныбаралық сайыстар өткізіп, солай одан басқа жаңағы кішкентай бүлдіршіндеріміз бар. Сол бүлдіршіндеріміздің ой өрісін дамыту мақсатында біз сол мектепте оқушылармен бірге жаңағы бала тілі бал деген кішігірім өзіміздің жобамызды оқушылар арасында жүргізіп, және соны көпшілікке YouTube арнасына, ондан басқа Facebook әлеуметтік желісіне, Instagram, қазіргі кезде TikTok'та көптеген оқырмандар кішкентай, яғни соларды дұрыс бағытқа бағыттау мақсатында сол әлеуметтік желілер арқылы біз өзіміздің жаңағы YouTube арналарымызға салып, осы кітапты оқу, яғни мақсатында көптеген жүйелер және сол кітапты жарнамалау мақсатында жақсы жобалар жасап жатырмыз. Енді жаңа маусым келе жатыр, жаңа оқу жылы келе жатыр. Сол жаңа оқу жылында көптеген бағдарлама жасап, соларды бір жүйеге қойып, және де осы мектеп саласындағы, оқу саласындағы, былайша айтқанда қазіргі жастарды оқуға үндеу мақсатында үлкен жобаларды атқару жоспарланып жатыр. Солардың концепциясы дейміз ғой, яғни бағдарламалардың құрылымын құрып, қазіргі кезде жаңағы мектептегі әкімшілік, жаңағы мектеп әкімшіліктерімен ойласа отырып, қалай жасау жоспарларын қазіргі кезде солар жоспарлап жатырмыз. Енді сол себептен қазіргі кезде нақты бір жоғарыға шығаратын, белгілі бір деңгейге шығаратын шәкірт тәрбиелеп жатырмын деп айтып жатқан жоқпын, бірақ дегенмен сол оқушыларменен сондай бір жобалар жасап жатырмыз. Оның өзі бір шәкірт тәрбиелеудің бір былайша айтқанда ілімі деп ойлап жатырмын. Керемет жоба екен Балдабек мырза. Енді мына жерде отбасы жайында да сұрақ бар ғой бізде. Отбасыңыз жайлы толығырақ айта кетсеңіз. Иә, қыздар тамашалап отырса, үлкен шанс бар. Әзірге бойдақпын. Бұйыртса бір осы 1-2 айдың көлемінде жақсы жаңалықтар болып қалады деген өзім сенім білдіріп жатырмын. Соған дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал енді өзімнің отбасым, иә, бұйыртса сіздер шақырамын, осы кітапхана ұжымын, тояна берсеңіздер. Береді-ау дегенде шақырады, қазір білесіздер ғой тойға. 100 адамнан аспау керек деген секілді. Енді өзім отбасында негізінде ата-анам, одан басқа 4 бала, 1 қыз, жаңағы ата-анамның тапқан перзенттері ғой. Енді соның ішінде мен ең кішкентаймын, ең кенжесімін. Иә, еркесі, қатты еркелеп қойдық па, білмеймін, енді сол отбасы құруға шамалы асықпай, енді отбасы құруы керек екен ғой деген сияқты ой ең туындап жатыр. Бұйыртса сол бір болып қалар деген үміт күтіп жатырмыз. Жақсы жаңалық күтіңіздер әрине. Маған тілектес болсаңыздар көп алғысым шексіз. Ал енді жаңағы қалған ағаларым, 3 ағам бар. 3 ағам отбасы құрып кеткен, әрқайсысында 3-4 баладан бар. Әпкем бар. Әпкем ол кісі де тұрмысқа шығып кеткен. Ол кісі жаңа Алматы қаласына тұрмысқа шығып, сол жақта қазір 2 баланың анасы. Бізде сәттілік тілейміз. Ақ құсыңызды аман-есен қолыңызға қондырып алыңыз дейміз. Бақытты болыңыз. Енді мына жердегі оқырманнан келген сұрақ, сәлеметсіз бе дейді Нартай. Аралбай оның дауысын салып, балалар мен оқырмандармен амандаса аласыз ба дейді. Оқырмандарымыз керемет сұрақтар қойып жатырсыз. Иә, енді ол үшін үлкен сахна деп студия керек еді, бірақ айқайлап айту керек. Енді айқайламай-ақ сіздерге түсіндіріп берейін. Енді сол мәселе мақұлмен емес, кітаппен шешіледі. Мәселенің мұңын
мінбердегілерге жеткізу үшін бүгін Ыбырай Алтынсарин атындағы кітапханаға келіп қалдық, құрметті көрермен, армысыздар, құрметті оқушылар мен балалар деп қояйыншы. Керемет. Ол үшін біраз стакан сындыру керек, мына жерде кітапты шашып жіберу керек деген сияқты. Сондай нәрсе керек. Киноға түстіңіз бе дейді? Драмаға немесе комедияға, жалпы қай жанрдағы фильмдерді ұнатасыз дейді? Енді әр адамның жаңағы өзінің талғамы болады. Біз енді әзіл саласында жүргеннен кейін бізді көбінесе драмаға шақырмайды. Оның өзінің ойнайтын актерлары бар. Олар жаңағы берілген образды ашу үшін өзінің қалыптасқан осы ашалады-ау деген сияқты режиссерлардың өздерінің былайша айтқанда ой қабілеттерімен соны шақырады. Былайша айтқанда драмаға біздегі Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан университетінде режиссера кафедрасында көбінесе спектакль, одан кейін бар мықты актерларды сол драмаға шақырады. Ал енді біз жаңағы әзіл жанрындағы сондай бір былайша айтқанда комедия жанрындағы киноларға шақырады. Киноға, сериалдарға түстім. Керемет сөз бұл, көріп. Соның ішінде Алматы қаласында түсірілген Динозавр, одан басқа Алма Сити жобасында, одан кейін бар жаңағы Алматыда түсірілген, біз өз байдың балаларымен Алматы Сити жобасына түстік, өзіміз команда болып. Одан кейін бар Динозавр деген комедия жанрындағы сондай бір сериалға түстім. Одан кейін бар, мен бір ғана кадрға түскен екенмін. Ол кезде де бір сәттілік орын алып қалған шығар деп ойлаймын. Сол драма жанрындағы бір кішігірім ғана бір ары барса 27 секундта өтіп кететін бір жеріне түсіп қалғам. Сол бір съемочный площадкада жүрген кезде бір жаңағы сол жерде актер, мен рөлімді ойнайтын актер ауырып қалады екен. Негізі сол кісіге берілген рөл екен. Ауырып қалды ма, енді білмеймін ғой, келе алмай қалған. Сонымен амал жоқ, ана жерде қаншама адам күтіп тұрғаннан кейін осы жерге сен түсе салшы деп жаңағы маған берген кез болды. Бүйте салшы деген жақсымыз ғой. Сіз тез алып кетесіз, сондықтан сізге айтады ғой бәрін. Иә, сөйтіп сол кішігірім жеріне түсіп, қателеспесем өмір сабақтары деген ба, сондай бір немеге мен өзім кейін көрген жоқпын, кейін мамалар көрген екен да, маған соған түсіпсің ғой деп жіберген кез болды. Қалған енді көбінесе мен әзіл жанрындағы сол сериалдарға, бағдарламаларға шақырып жатып, сол жерге түсіп жатам көбінесе. Ана бір неңізде ұланның келіншегінде ойнаған Сайор болды. Сол өзіңізге ұнай ма, әйелдің рөлінде ойнаған? Енді сізге жарасатын сияқты, әйелдің рөлін ойнаған. Жасап шығасыз ғой? Жоқ, енді қалай айтсам болады, ол кезде біз жарнама түсіру керек болған. Сөйтіп алдында бір өзбек тілінде жақсы сөйлегеннен кейін, біз енді 100% өзбек тілінде сөйлесеміз деп айтамаймыз, бірақ өзбек тілінде шама шарқын осы Шымкенттің өзбектері болады, сол кісілердің, өзбек ұлт өкілдерінің жаңағы кейбір сөздерін жаттап алып, сонымен бір-бірімізбен жаңағы дайындық кезінде ойнайтын кездер болды. Сөйтіп бір күні сен давайте менің осы жерде әйелім болып шықсайық деп сөйтіп неған кезде жаңағы өйстіп айтасың деп кім қойып берген постановкасын. Сөйтіп кеше неған кезде давайте жарнамаға біз өзбекше түсейік деп кейін табайық деп, ол қалай болады деп неған кезде жоқ күшті болады деп ұланның идеясы болды. Сөйтіп ұланның идеясы болып сол бір жарнамаға түсіп қайтқан болатынбыз Сарыағаш қаласында Максмат деген дүкендер желісінде, енді реклама болып кетуі мүмкін ағай. Сізге жалпы ұнай ма әйелдің рөлінде ойнаған? Жоқ, маған ұнағанды білмеймін, мен сахнада ойнаған бір бөлек деймін. Ұзақ қылып ойнаған ұнамайды маған, әрине. Мен өзім келіспей кейін барып жарайды деп. Әдемі ойнағансыз ба, соны өзім қайта-қайта көре беремін. Енді ер адамның әйел несін ойнаған шамалы ерсілеу көрінеді,
көбінесе қазіргі кезде баяғыда бауыржан шоу одан кейін тамаша әзіл театрларында ойнай беретін, ол кезде оны кәдімгі өнер деп түсінетін. Енді қазіргі кезде уақыт өте келе заманның ағымына байланысты сахнадағы әйел образын ойнайтындарға көбінесе қарсы болып жатады. Мен де өзім қарсы болдым, бірақ енді жарасып тұр ғой саған несі бар дегеннен кейін жарайды деп сол кезде бір аяқ астынан көміп кеткен кез болды. Көпсізбіз ғой негізінде шымкентскийлер ше, тек қана көніп. Сөйтіп сол енді сол кезде сол аяқ астынан туындаған болатын сол әзілдер. Сөйтіп сол кезде аяқ астынан туындап барып жасаған кезде сол күшті болып кетті да. Алдын ала жоспарлаған нәрселеріміз ойдан шықпай қалады да, қызық болып тұрады да, кейін барғаннан кейін қызық емес болып қалады. Ал мынау сол жерден аяқ астынан туындап қалды да, сонымен жарайды деп ойнап солай қалыптасып кетті. Мүмкіндігінше образды ашу үшін тырысып бағу болып. Сол наурызда күліп әрең отқан мен де көремін да, сол қайта-қайта. Не, Бағдәулет мырза, біз сізден қонақ келе сұрағалы отырмыз, біздің оқырмандарымызды бір күлдіріп қойсаңыз. Әзілдеріңізді айтып, бір-екі әзіл айтып, есіңізде қалған. Иә, бізде басынан өткен оқиға болған бір, соны айтып берейін, өте қызықты. Астана қаласында біз маусымашар ойынына барамыз, бір енді кейде бір сөзді ұмытып қалған сәттер болады. Ол сөйтіп сахнада тұрып, редакторлық жұмыс кезінде жаңағы сөзімді ұмытып қалып, мен емес, бәріміз ұмытып қалдық та, соның ішінде ең көп ұмытып қалған мен болып қалдым да. Сөйтіп бір кезде соны ұмытып қалып, настроением жоқ болып, бір қыздармен танысатын болып кафеге барған болатынбыз. Сонымен ойымның барлығы жаңағы сөзім ұмытып қалдым деп, ана қыздармен мүлдем мән беріп жатқан жоқпын оларға. Сонымен енді ол қыздар жаңағы танысуға келіп неғып тұрған кейін, сонымен бір кезде танысып қойыңдар деп жолдас балам айтқан кезде бүйтіп қолын ұстап, өзімнің атымды ұмытып қалғанмын ғой сол кезде. Сондай да адам болады екен, ол жерде бір қателеспесем 20 секундтай ма, 30 секундтай ма ана жерде бүйтіп қолын ұстап тұрып қалдым. Кім еді деп, оказывается, Бағдәулет екен ғой атым. Әдемі қыз болғасын ұмытып қалған шығарсыз өзіңіздің атыңызды? Может, білмеймін енді, сондай болған шығар деп ойлаймын. Енді одан басқа әзілдер бізде жалпы бір биатлон дейді бізде, жамбы ату, биатлон айтып берейін. Мынау оқылмай кеткен, қанша жылдан бері жүрген биатлонымыз бар еді біздің. Бір клиптерге ашық, шашық киініп жүретін, киініп түсе беретін әпкелеріміз үйтіп түспеңіздер. Себебі мегабайттың бәрі сіздерге кетіп жатыр деген бір әзіліміз бар. Киініп жүріңіздер. Керемет. Оқырмандар, біздің әзіліміз сіздерге өтті деп ойлаймыз енді. Ана жерде өзіңізге қазіргі таңда кімді ұстаз тұтасыз? Нақты бір ұстаз деп айта алмаймын. Бірақ дегенмен де енді біреуге қарап еліктейсің ғой. Біз өзіміз басында білесіздер, 2008 жылдары, 2006 жылдары қазіргі Алдараспан театрының директоры Нұржан ағамызды күллі қазақ елінің аузын өзіне қарап, әзіл жанрында үлкен бір жаңалық ашып, әзіл саласының дамуына, осы күлкі саласының халыққа күлкі сыйлаған ағаларымыздың бірі. Сол кісіге шын керек қатты еліктейтінбіз. Кезінде даусын салып алатынмын ол кісінің, бірақ кейін ол кісінің дауысы көп адам сап кеткеннен кейін, уже кейін басқа жаққа қарай ойысып, сөйтіп. Енді сол кісіден шын керек, сол кісінің жаңағы әрбір эфирлерін, әрбір Шымкентке келген кезде, концерт құрған кезде сол кісіге еліктеп, ол кезде қол жетімсіз еді ғой, ол кісі ұстатпайтын кісі. Қазір кезде барлық нәрсе қол жетімді, кез келген әртіс ағаларымызбен, эфирде жүрген ағаларымызбен қол жетімді түрде сөйлесе аламыз. Сол кісінің жаңағы
образдары, әрбір ойнаған стильдері енді менің ғана емес, күллі қазақ елінің, бір қазақ елінің 100% деп алсақ, соның 70%, 80% десек, сол кісінің жаңағы фанаты еді ғой, былайша айтқанда, әлі де фанаты. Сол кісінің образдарын әйтеуір бір сахнаға алып шықсақ, сахнада кетсек, қалай интермедиа жазуға болады деп, сол кісінің образы арқылы кетіп қала беретін. Жаңағы сахнаға шықсақ, әрбір сөзіңіз, даусыңыз кейін өзіміз қойдық қой сахнаға. Жаңағы кейін төселе бастадық. Сол кісінің несіне еліктеп өстік. Енді одан басқа біз енді Шымкенттегі ағаларымыз ол образ, оның жеке өзінің образы, жеке оның дауысы, оны салып, халық таңғалдырмайсың, сен басқа бағытқа ой істеп бізге кеңес берген, өздеріңіз білесіздер, Әзіл әлемдік театрының актері Медет Досқанаев ағамыз, осы жақта КВН-нен өскен ағамыз, сол кісінің жаңағы ықпалыменен басқа бір образдарды ашып, сол образбенен сахнаға басқа бір жаңалықпенен ендік. Енді шын керек, алғашқы жаңағы еліктеп, ұстаз ретінде маған бір жүйелі түрде сабақ берген жоқ, бірақ сол кісінің еліктеп өскен. Белгілі бір деңгейде біреуді менің мына ұстазым деп айта алмаймын. Бірақ енді бағыт бағдар берген ағаларыма мың алғыс дегім келеді. Керемет. Қазіргі таңда ойнаған рөлдеріңізді өзіңіз таңдайсыз ба, әлде талап қойған? Жоқ, өзіміз таңдағанда енді жайдарман кітап емес, ол жерде қысқа әзілдер болады, ал жаңағы үлкен интермедиа ойнасақ, мысалы ол кезде кәдімгідей сен мына рөлді ашып аласың, ал сен давайте мына жерде мынандай бір ход болады, немесе мынандай бір әзіліміз бар, сол әзілді осы бір әзілдің ішіне қосып жіберсек, сол кезде мынау кесе, сонымен біз жаңағы әзілді халыққа өткізе аламыз деген жүйе болған кезде, сол кезде жаңағы біріміз кім образы ашылады, кім ойнай алады, соған байланысты ойнап кете береді. Халықтың көпшілігі Жандос екенін көп сөйлемейсіңдер деп бізге не болады. Енді Жандос, мысалы, мен өзім жеке жаңағы образым бар, Нартай Аралбай деген, көпшілікке сол арқылы танымал болып қалдым. Сол образды басында қалыптастырып шығарды, халыққа өтімді болды. Сонымен келесі ойында қалай жасасақ, былай жасасақ бола ма деген секілді әзілдер іздей бастадық, өзіміз туындата бастадық. Солай қалыптасып кетті. Ал енді Жандосқа келетін болсақ, Жандос бізде ол жігіт көп сөйлемесе де идеясы мықты. Енді белгілі бір деңгейде сахнада образ ашамағанменен, давайте мынандай бір әзілдің ұшы бар, соны жалғастырсақ қайтеді дейді. Көбінесе енді бізде образды ашатын, жаңағы халыққа әзілді өткізе алатын ол Наурыз бен Ұлан. Сол кісілердің арқасында біздің команданың өсімі болды, белгілі бір деңгейге жеткен кезіміз болды. Сол кісілерге бағыттап көбінесе жаңағы сол кісінің жаңағы іс-қимылдарына сен бүйтіп айтсаң, сол жазып жібереді, мынандай бір әзіл бар деп, соларға бағыттап жазамыз. Өйткені неге сахнада олар сол әзілді алып шыға алады. Оны мойындау керек. Сол себептен мен ойлаймын, жаңағы біздің командадағы көбінесе біз енді қосалқы актеріміз ғой ол жерде. Былайша айтқанда кіріп кетіп, кіріп шығып жүретін актерларымыз, ал көбінесе әзілдің ішінің жаңағы давиткі дейміз, әзілдің күші дейікші, әзілдің күшін қойып беретін Наурыз бен Ұлан. Әзілдеріңіз бәрі күшті, керемет, көреміз. Мына жерде пікірлер келіпті. Керемет еңбегіңіз жана берсін деп, сұхбат керемет өтуде дейді. Сұрақ келіпті, мына жерде Дина Төлепбергеннің дауысын, іс-қимылын салып бере аласыз ба дейді. Іс-қимылымен сұрақты біздің оқырмандарымыз сізден. Жарайды. Енді өзінің образы бар, ол кісінің білесіздер, мынандай өзінің несін абалатта ақиқаты шалқыс ете десек те, бүгінгі тіршіліктегі күрмеуі көп теңге қарап, еріксіз күдіктенесің, тіпті кейде көмілшейсің де. Я, бұл астарлы ақиқат, бұқпасыз, боямасыз болмыс, армысыз. Балалар кітаптан әда қалған ба, әлде неге оқымайды? Немесе бай бағландардың кітаптар
ботқасына айналған ба бүгінгі астарлы ақиқатта астарын ақтарамыз. Керемет, Бағдәулет. Иә, енді ол жаңағы қазіргі кезде кітап жазатын біздің жаңағы өзінің өмірбаянын жазатын кісілер көбейіп кетті. Соны белгілі бір үлкен бір неміз дүкендерге шығарып, мен мынандай кітабым шықты, мынандай кітабым шықты деп жаңағы кітап шығаратындар көбейіп кетті ғой қазіргі кезде. Кітап жазатын, енді ашып қарасаң, мен оқыдым бір-екі жаңағы Мұхтар Тайжан деді, жоқ, оныкі емес, бір-екі кітапты оқыдым, жаңағы танымаймын енді ол кісілердің кім екенін де білмеймін. Қарасам, бейтаныс адам өзінің өмірбаянын түк ұйқасы жоқ. Сондай кітаптар көбейіп кеткен. Енді ондай кітаптар емес, қазіргі кезде ұлы тұлғалардың керемет кітаптары осындай кітапханаларда тұр. Сол кітаптарды оқуға кеңес беремін негізінде. Ақшасы барлар кітап шығаратын болды. Сондай көбейіп кетті ғой негізінде. Жалпы Бағдәулет мырза, сіз Дина Төлепбергенді ауысымсауға қаншалықты уақытыңыз кетті? Көп дайындалдыңыз ба әлде? Жоқ, кімнің ойына келген бұл, Наурыздың ба? Жоқ, мен енді байдың балалары командасына келмей жатып, мен ол кезде қазіргі астарлы ақиқат бағдарламасының қазіргі форматы жоқ. Бұрын жаңалықтар форматында аптасына бір рет шығатын форматы болатын. Жан-жаққа камера қарап, сөйтіп сөйлейтін. Сол бағдарламасын тоқтатпай көретінмін. Сөйтіп кейін бір біз жайдарман ойындарына дайындық жұмыстар жүріп жатқан кезде сол бір давайте өзімнен өзім айнаға қарап тұрып салып қалдым да. Сонымен мына шығып балдарға шығып көрсеткеннен олар жаңағы былайша айтқанда күліп өтіп кетті да, давайте ертең сахнаға шығайық деп. Сахнада да өтіп кетті. Сөйтіп содан енді кейін астарлы ақиқат бағдарламасы біраз уақыт тоқтап қалып, кейін барып шықты ғой енді жаңа форматпен. Сөйтіп сол кезде алдында осыдан қателеспесем 2014 жылы салған болатын. Сол кезде туындауы біз жаңағы Алматы қаласында КТК телеарнасында базар жоқ алаңы деген жоба болған. Жаңағы Тұрсынбек Қабатов ағамыздың жеке жобасы. Оған дейін КТК-да Тұрсынбек деген, КТК-да Қабатов деген не болған, бағдарлама болған. Сол бағдарлама аяқталып, жаңағы базар жоқ алаңы деген жоба жасалып, сол жоба бойынша біз қатысуға барған болатынбыз. Сол кезде осы образды көрсеткен кезде Тұрсынбек ағаларымыз жақсы бағалап, давайте сендер эфирге өттіңдер, дайындалып келіңдер деп сөйтіп арқамыздан қағып жіберген болатын. Ерекше қуаныш қой. Бұл жақтан да енді баратын кезде өте қиындықтар көп болды. Жаңағы Шымкент қаласынан кастингтің өзіне өте аламыз ба, өте алмаймыз ба деген сияқты небір өнер азаматтары, өнерпаздар келген кезде, былайша айтқан кезде, ол кезде танымал емеспіз, көпшілікті қалай сахнаға шығу керек, қалай жүру керек, оның барлығын көп біле бермейтін кез. Сол себептен біз сол нәрсені қатты не қылып, көңілімізге алып жүрген кезде бұл кісілердің жаңағы әрбір сөзі бізге шабыт беріп, кейін сол Дина Төлепбергенованың образыменен біраз кезеңдерге өтіп барып финалдық кезеңге шейін жеттім. Бірақ финалдық кезеңінде өте қатты дайындық болып, өз-өзіне қатты неғаннан кейін базар жоқ алаңы жобасында мүмкін енді бағым жанбаған шығар, ең алғашқы сахнам болғаннан кейін. Сол себептен енді сол кездегі менің алғашқы образдарымның бірі болатын. Керемет, рахмет сізге. Бұл жерде оқырманымыздың сұрағы, шетелден ұсыныс түссе жарнамаға немесе фильмге барар ма едіңіз дейді. Шетелден түссе, Өзбекстаннан түсіп қалса керек бізге. Одан басқасы жоқ. Егер де шақырып жататын болса, неге бармасқа, шетелді көрсем, ел көрсек дейді. Мысалы, Ташкент қаласына өзім жеке болдым, Қырғызстанда болдық. Одан басқа шетелдерге егер шақырып жататын болса, киноға шақырып жататын болса, менмін деген Қазақстандағы жаңағы тәжірибелі актерлардың өздері кетіп қалды ғой, былайша айтқанда. Ондай шанс көп адамға беріле бермейді. Енді сол барыңыз деп ниет қылып жазған шығар, әумин айтқаныңыз келсін, біздің оқырмандарға мың алғыс. Рахмет, оқырмандар.
қытадан чемпион болдыңыздар. Ендігі жоспарыңыз қандай? Жоқ, біз қыта ойындарынан біз конкурстық жүйеде неған жоқпыз, чемпион болған жоқпыз. Біз чемпион болдық Нұр-Сұлтан қаласының әкімінің кубогында. Яғни білесіздер, 6 шілде Нұр-Сұлтан қаласының туған күні болатын. Сол туған күніне орай ұйымдастырылған 2 шілде күні ұйымдастырылды ойын. Сөйтіп елдегі болып жатқан жағдайларға байланысты көп көрермен кіргізілген жоқ. Біз енді алдағы уақытта сол жерден енді жаңа миллион теңге ұтып алдық дедік қой. Ол жерде чемпион жай әшейін жоба ғана, ол арнайы жоба деп есептеледі. Нұр-Сұлтан қаласының әкімінің кубогы. Ал енді қытадан биылғы жылы чемпион болуға үміттіміз біз. Бұйыртса соған ұмтылып жатырмыз, соған бақыттап жатырмыз, соған байланысты дайындық жүргізейік деп балдармен үлкен жаңа WhatsApp желісінде ғой, бір-бірімізбен қазіргі кезде жолықпасақ та WhatsApp желісінде жаңа қандай әзілдер бар деп ортаға тастап отырамыз. Миымызға идея түсіп қалса, соны WhatsApp-тан міндетті түрде жіберіп отырамыз. Сол себептен алдағы уақытта осы жартылай финал менен финал ойындары қалды. Бұйыртса сол ойындарда алдағы уақытта біз чемпион болсақ деген үміттіміз. Ал енді чемпион болғаннан кейінгі біздің үлкен енді жобалар бар. Осы Шымкент қаласы ішкі саясат бөлімінің басшысы Мәдин Манатбек мырзаның өзінің жеке ұсыныс демей қояйын. Енді сол кісінің бір өзінің давайте біз осы қолдау білдірейік, кино түсірсек қалай болады деген сияқты өзінің ұсынысы болып, сол кісілермен қазіргі кезде біздің команданың жетекшісі сол кісілермен байланыс жасап, сол кісілермен қандай бағытта әзіл жанрында ма немесе ол жаңағы осы ол кісінің жаңағы ой жаңағы былайша айтқан идеясы осы Шымкент қаласының беделін асыру, осы Шымкент қаласының көпшілікке таныстыру деген сияқты. Онсыз да енді танымал қала ғой негізінде. Бірақ дегенмен де соның мәртебесін асқақтататындай бір фильм түсірсек деген сияқты ол кісі идеясын айтып қалды. Сол себептен соған бағытталатын бір жүйе жасаймыз ба, енді алдағы уақытта көреміз, бірақ алдағы уақыттың еншісінде жақсы жаңалықтар күтіңіздер. Алла қаласа арман ниеттеріңізге жетіңіздер. Тілектеспіз сіздерге. Мына жерде қызық сұрақ келіпті. Ол қыздарыңыздың болашақта дейді. Ол қыздарыңыздың өнер саласында болғанын қалайсыздар дейді. Ол кісілер кебасынша бір Қолма қондырып алайын десеңізші. Білесіздер ме, білмейсіздер ме, бізде осы оңтүстік телеарнасында жұмыс істеген болатын. Сол кезде Ғалымжан Қаппаров деген ағамыз бар. Шаншар Әзілсақ театрында болған екен, Шымшыма театрында киім бар. Қателеспесем, ерекше шоу ма бір театр ашты. Бірнеше театрда ойнады, бірнеше театр ашты. Қызық театры. Сол Қызық театрында сол кісіні шақырып, Қызық театрын аштыңыз, Шымшыма театрын, Шаншар театрын, тағы бір театр ашуға ойыңыз бар. Бауыр, мен автомойка ашып отқан сияқты болдым. Сол сияқты алдағы уақытта енді ол кісі отбасы құрайын. Әркімнің өзінің әр нәрсеге деген жаңа қабілеттілігі болады, біреудің оқуға деген қабілеттілігі болады, біреудің жаңа автокөлік жууға жаңағы жөндеуге қабілеттілігі болады деген сияқты, біреудің құрылысқа деген қабілеттілігі болады. Сол қабілеттілігіне байланысты егер өнер саласына бағытталса қарсы алғым жоқ. Бірақ енді ұл бала болса өнер саласында жүре берсе болады. Қыз баласы енді былайша айтқанда өнер саласынан шамалы алшақ болса, өйткені өнер саласы өте ауыр жол. Ауыр жолда енді бұл кісілер отбасыға деген көңіл бөлмей, сондай бір отбасыдан ажырап жататын кездер болады көбінесе. Ол қыз балаға ауыр тиеді. Сол себептен қыз балаларына кеңес берерім, өнер саласына түскен күннің өзінде отбасына деген көңілі көп болса, яғни отбасыға деген көңіл көп бөлсе, сол кезде отбасы жүйелі әрі керемет, елге үлгілі отбасылардың бірі болады. Қыз баланың өнер саласында көп жүрген құттықтамаймын. Дұрыс айтасыз. Мына жердегі капитан командасы Нұрымның да көп
ойнамайтынын байқаймыз дейді. Неге дейді? Әлде жақсы ойнай алмайды ма? Немесе команда басшысы болған соң ба деп сұрақтар кетті мұрынға. Енді Нұрекең ол кісі біздің команданы құрған, осы команданың жүйелі өсуіне өз үлесін қосқан азамат. Ол кісі біз идея шығарсақ, оны дамытатын Ұлан мен Наурыз, Ұлан мен Наурыздың өзі де идея алып келеді, керемет идеялар алып келеді, бірақ көбінесе іске асып кететін идеялар болады. Сол идеяларды іріктей білетін біздің Нұрман ағамыз. Ол кісі мына әзіл өтпейді көрерменге десе, сол өтпей қалады. Иә. Ал шынымен ол кісіні енді тыңдамай мына әзіл өткізе аламыз деп ашыққан кездер болды. Именно сол әзілдер өтпей қалды. Сондай кездер болды. Ал енді команданы жаңағы жүйелі түрде бір команда 6 адамның өзін жинау қиын, негізінде білесіздер. Әркімнің өзінің шаруасы болады, несі болады. Сол себептен сол команданы бүйтіп жұдырықтай ұстап отырған Нұрым ағамыз, сол кісінің арқасында біз жаңағы команда болып жетістікке жетіп жатырмыз. Сол кісі, енді ол кісі көп сөйлемейді, көп ойнамайды дейді. Жаңағыдай ғой, жаңағы бізде өзіміз аша алатын образды ойнаймыз. Ал егер де ол кісі жаңағы сол әзілді халыққа жеткізе алса, неге ойнатпасқа деген сияқты. Ол егер мен де халыққа жеткізе алсам, маған да береді, Жандосқа да береді. Бірақ енді соның әркімнің шамасына қарап деген секілді ғой, былайша айтқанда. Сол себептен Нұрекеңнің біздің команданың белгілі бір жетістікке жетуіне өзінің үлесін қосқан ағамыз. Және де ол кісі жаңағы бізде организатор дейміз ғой, белгілі бір жаққа ұшып бара жатса, соның бәрі мына күні ұшамыз мына уақытта деп сол кісі ұрсып, сол кісінің несімен айтқанменен сол кісінің жаңағы несімен жүреміз. Сол себептен енді ол кісінің біздің командада орын алатын рөлі жалпы басында бастап береді, соны аяқтап береді, ортасының барлығын өзіміз құрастырып аламыз. Керемет, құрметті оқырман, сұрағыңызға толық жауап алдық деген ойдамыз. Енді сізге көптеген сұрақтар келіп жатыр бізге. Мына жерде тағы да жарнамаға қатысты сұрақ қойылыпты. Жарнамаларға шыққанда шақырды ма дейді, қандай жарнамалардан бас тартасыздар дейді. Жарнама жайлы сұрақ көп кетті. Жарнамаларға көп шақырады бізді. Кеше ғана келді, монша жарнамалап бересіз ба дейді ма? Монша, не істеймін? Барып көреді, кірін еземін. Сол себепте көп түседі. Сондай бір біз үлкен сенімді түрде жаңағы не қылатын, алдамайтын жарнамаларға барамыз көбінесе шыны керек. Жаңағыдай жарнамаға бармайсыздар ма сонда? Қандай? Енді ыңғайсыз, былайша айтқанда, ол моншаның бір жарнамалау деген, монша деген не? Былайша айтқанда, зат алмасудың бір процесі ғой, ол өзің үшін барасың, былайша айтқанда. Ал енді жаңағы тұрмыстық техника дегенді, ол дүкендер көп болғаннан кейін қандай таңдау жасау керек деген секілді соған бағыттайсың. Ал енді монша деген ыңғайсыз, білмеймін. Одан басқа жаңа бізде суши пицца деген біздің қаламызда көбейіп кетті. Сол суши пиццадан біз шын керек, мен өзім зардап шектім. Өйткені мен жарнамалаған жаңағы суши пицца пісіретін жердің жаңағы санитарлық талаптары дұрыс емес болып қалып, одан кейін барып жаңағы астан улану дейміз ғой, сондай процесстер жүргеннен кейін, одан кейін барып мүлдем бас тарттым. Одан кейін барып енді жарнама деуге болмайды, енді қайырымдылық деп айтып жатыр. Көбінесе мен басында біз қойдық жанымыз ашып, ол кісілерді жаңағы жарнама жасап жүрдік. Бірақ соңғы жағы сондай біреулердің аттарын пайдаланып, ақша жинап, сонымен бір күні сен жарнамалардың өдіп, сөйтіп мен мен енді шын керек, ол адамның түрін де көрген жоқпын, маған хабарласып айтты, өтініш деп жаңағы жыларман болғаннан кейін қойдып жарнамалап бердім. Сөйтсем енді өзім Каспий болтының бірдеңесін жазып қойған, сөйтсем өтірік жалған құжаттар жасап, көпшіліктен ақша жинап сөйтіп жүрген адамдар болды. Сол себептен
сондай жарнамаларды қайырымдылық жарнама дейміз ғой былайша айтқанда. Сол жарнамаларды көбінесе мен өзім көз жеткізбей қазір істемейтін болдым. Тоқтаттыңыз. Иә, тоқтаттым. Қазір алдын ала мән беру керек. Иә, өйткені мен алдын ала маған WhatsApp арқылы видеосын жібереді, астына мәтінін жібереді, қой деп жаным ашып салып жүргенім, бірақ сол ақша жинап көпшіліктен сөйтеді екен да, ол жаңағы ондай адам жоқ та екен. Сондай алаяқтар болғаннан кейін қазіргі кезде мен жан-жақта қаладан хабарласып, мынау Ақтаудан, Жаңаөзеннен деген сияқты біздің Шымкенттен де болып шықты. Сөйтіп сол себептен мен анық қанығына жетпей ондай жарнамаларға соңғы кезде бармадым. Яғни көп түседі ұсыныс жарнама. Өте көп. Жаңағы дайректен жазады, өтініш, жаңағы осындай еді, бірақ соны тексерсем жалған болып шығып жатыр көбісі. Сондайлар көбейіп кетті. Сол себептен сондай қайырымдылық жарнаманы көз жеткізбей жасамайтын болдық. Командамен сондай болды, өйткені қатты зардап шектік. Бізді тіпті жаңағы сот несіне де шақырды. Сонымен енді біздің де уақытымыз жоқ. Кейде жаңағы бір жұмыста болып қаламыз, белгілі бір деңгейде тойда болып қаламыз дейміз. Сондай кезде бір шақырып қалып, соны не ары емес, не бері емес. Сөйтіп мен осындай деп әрең құтылған кез болды. Сол себептен сондай жаңағы алаяқтардан алшақ болайық деп қазіргі кезде көз жеткізбей жасамайтын болдық. Дұрыс айтасыз. Мына жердегі оқырманымыз ютубта жеке каналыңыз бар ма деп сұрап қалды. Иә, ютубта жеке каналым бар. Тіркеліп қойсаңыздар болады. Алдағы уақытта жаңа керемет контенттер жасап салып жатырмыз. Ерекше сұхбаттар болады, ерекше контенттер болады. Көпшілікпенен осындай бір интеллектуалдық бір жоба ұйымдастырып жатырмыз. Сол жаңағы көшеде кетіп бара жатқан қазіргі кезде сондай нелер жақсы өтімді болып жатыр ғой. Сол интеллектуалдық жобаны біз алдағы уақытта осы көрермендерменен көпшілікпенен өткізсек деген өзіміздің жеке ойымыз болып жатыр былайша айтқанда. Бір қалдырған екен, ашық, жарқын екенсіз дейді. Еңбегіңіз жана берсін дейді. Біздің оқырмандар рахмет сізді тақырып қойып жатыр екен. Рахмет. Бір сұрақты қоя кетейін. Енді соңғы сұрақ, карантин кезде кілемге кітабы қаншалықты әсер етті дейді. Өте қатты әсер етті. Карантин кезден бастап. Себебі біз бұған дейін білесіздер, кітапта болсын, жайдарманда болсын, уақыт алшақтатпай көпшілікке көрсетіліп, көпшіліктің жаңағы көңілін көтеріп жүргеніне өзінің үлесін қосып жүретін, эфир тоқтамайтын. Карантин кезінде көрермен санын жинау өте қиын болды. Одан кейін барып жан-жақтағы қаладан жаңағы командалар келеді, олар бір-біріне жұқтырады деп солай көп тоқтатып тастады. Одан кейін барып оның үстінен көрермен болмағаннан кейін адамның энергиясы да болмайды екен. Былайша айтқанда біз алдын ала редакторлық жұмыстар болады, сол редакторлық жұмыста ойнап жатқан сияқты солай ойнап кетіп жатыр. Өйткені неге ол жерде көрерменнің шапалағы, күлкісі, ештеңесі естілмегеннен кейін біз, значит, адамдарға өтпей жатырық деген сияқты ой сана қалыптасып қалды бізде. Өте қатты әсер етті. Қазіргі кезде жаңағы әрбір облыста, әрбір ауылда, әрбір ауданда өтіп тұратын жайдарманның барлығы қысқарып қалды қазіргі кезде. Алла қаласа осы індеттен аман есен шығып, сол қалыпты жүйеге түссек, жайдарман өз жүйесіне түседі деген сенімдеміз. Енді оған дейін білесіздер, қазіргі кезде осы карантин басталғаннан кейін блогерлердің былайша айтқанда дәуірі жүрді. Өйткені оларды жаңағы Инстаграм әлеуметтік желісі арқылы көптеген пайда тауып, көпшілікке жаңағы ұтыс ойындарын ұйымдастырып, солай өздерінің контенттерін, өздерінің аудиторияларын көбейтті. Ал енді осы жайдарман саласындағы біраз біздің командалар сол кезде өзінің аудиториясын шамалы жоғалтып алғаны рас. Өйткені сол былайша айтқанда сахнада ойнап жатқан кезде әзіл өтпей қалған сияқты болса да, сен келесі әзілге жай әшейін бейбарақат қарайсың да, значит, қызығушылық деген сияқты өзің бір ынта-шынтаңмен ойнайтын кезде болады ғой, былайша айтқанда көрермен шапалағы ол адамға үлкен бір шабыт береді. Сол шабытты жоғалтып аласың.
Сол себептен енді алдағы уақытта білмеймін, енді жоспар болып жатыр. Жайдарман ойындарының туған күні болайын деп жатыр. Нұр-Сұлтан қаласында енді барлық елдерде шектеулі қызыл аймақта болғаннан кейін, көптеген облыстарда, аудандарда шектеулер болғаннан кейін әзірше белгісіз күйде болып тұр. Бірақ өткен ойындарда араға көрермен салып, ортаға салып сөйтіп өткізіп келді. Оның өзі адамға бұған дейін 100% көрермендермен өткізіп үйреніп қалған командалар ана жерге барған кезде көрермен жоқ болғаннан кейін көрерменнің қолдауымен қызық көрді. Көрермен көрген кезде шабыттанасың дейді ғой. Сол себептен сол шабытты шамалы сейіліп тастайды екен. Сол нәрсені байқадық біз. Өте қатты әсер етті. Құдай қаласа аман-есен осы індеттен шығасақ, алда жоспарымыз көп дейсіз ғой. Енді Балдәулет мырза, біздің эфиріміз өз уақытысынан жетіп қалыпты. Біз бүгінгі эфирді аяқтай келе сізге біздің кітапханамыздың атынан қош үйден қош шықпа деп мына күнтізбені сылап отырмын. Екеуміздің офисімізге апарып қоясыз деп. Осы Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар кітапханасының барша ұжымдастарына шығармашылық табыс тілеймін. Әрқашанда биік белестерді бағындыра беріңіздер, оқырмандарыңыз көп болсын, әрбір кітаптарыңыз буын-буынменен халыққа жете берсін деген тілек білдіргім келеді. Осы Ыбырай Алтынсарин ұжымының барша ұжымға бірлігі, тынымсыз тындырымды тірлігі бітпесін. Бүгінгі апта күндеріңізге сәттілік тілейміз. Әрбір күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Сізге де үлкен рахмет, Балдәулет мырза, біздің сөзімізді жерге тастамай келгеніңізге ризамыз өте. Кітапханамыздың атынан алғысымыз шексіз. Құрметті оқырмандар, біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше дейміз. Сау болыңыздар. Аман сау болыңыздар.